Өлімнен кейінгі қорқыныштың не екенін білесіз бе? Өлімнен кейінгі қорқыныштардың бірі көпшілік алдына шығып сөз сөйлеу екен. Елестетіңізші, дәл қазір сізді мыңдаған адам отырған аудиторияға сөз сөйлеуге шығарып жіберді. Әрине, сіздің бойыңызды қорқыныш билейді. Әуелі менің өзімді дәл қазір ешқандай дайындықсыз мыңдаған аудиторияның алдына шығарып жіберсе, мен де қорқатын едім. Ал егер мен тынысымды дұрыстап, артикуляцияға арналған, дикцияға арналған жаттығуларымды жасап, жаттығып шығатын болсам, менде ешқандай қорқыныш болмайды. Демек, сіз де белгілі бір аудиторияның алдына шығып, сөз сөйлер алдында, мейлі ол жиналыс болсын, мейлі ол диссертация қорғау болсын, мейлі ол той-томалақта тост айту болсын, немесе сабақ айту алдында, дәл мен айтқан артикуляцияға арналған, дикцияға арналған жаттығуларды жасап, жаттығып алған болсаңыз, сіз де ештеңеден қорқпайтын боласыз. Сіздің фобияңыз пух етіп ұшып кетеді. Сәлем әлем, менің есімім Мадина, мен актриса әрі педагогпын. Бұл менің 7-ші сабағым. Егер сіз осыған дейінгі 6 сабақты көрмеген болсаңыз, дәл қазір барып көріп шығуға кеңес беремін. Мен ол сабақтардың ішінде де дәл сізге арнап көптеген пайдалы ақпараттарды айтқан болатынмын. Ал бүгін 7-ші сабақта сіздің аудиторияның алдына шығып, сөз сөйлердегі фобияңызды жойып жіберу үшін сізбен бірлесіп жұмыс жасайтын боламыз. Сіз қай жерде, кімнің алдына шығып сөз сөйлейтін болсаңыз да, алдын ала артикуляциямен, дикциямен жұмыс жасап алыңыз. Сол кезде ғана сіздің айтқан әр сөзіңіз тыңдарманға таза, анық, әдемі, әуезді болып естілетін болады. Ендеше бүгінгі сабағымызды дикцияны түзетуге арналған жаттығуларға арнайық. Есіңізде болсын, сөздеріңіз таза, анық шығу үшін сөздердің ішіндегі әр әріпке мән беріңіз. Әсіресе ашық, дауысты дыбыстарды анық, аузымызды ашып айтқанда әр сөзіміз анық болады. Қазір сіздермен 6 дауысты дыбысты анық айтуға арналған жаттығуларды жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Менің соңымнан дауысыңызды шығарып, қайталап отырыңыз. И-е, и-а, и-о, и-у, и-о, э-а, э-о, э-у, э-и, э-ы. А-и, А-э, А-о, А-у, А-ы. О-и, О-э, О-а, О-у, О-ы. У-и, У-э, У-о, У-ы, У-а. Ы-и, Ы-э, Ы-о, Ы-у, Ы-а. Ары қарай әңгімеміз жарасу үшін дәл қазір менің еркін сөйле каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіз, сіз де болашақта мен секілді еркін сөйлейтін боласыз.
Дикцияға арналған келесі жаттығуымыз. Бағанағы айтқан 6 дауысты дыбысты енді бірінен кейін бірін анықтап айтатын боламыз. Зер салыңыз. И, е, а, о, у, ы. Қайталаймыз. И, е, а, о, у, ы. Тағы бір мәрте өзіңізге қызығырақ болу үшін әр түрлі тональностьті айтуыңызға болады. Мысалы, и, е, а, о, у, ы. И, е, а, о, у, ы. И, э, а, о, у, ы. И, е, а, о, у, ы. Бүгінгі 7-ші сабақта сізге пайдалы болғанына сенімдімін. Ендеше бұл жаттығуларды бір рет қана жасап қойып қоймай, күнделікті өзіңіздің әдетіңізге айналдырыңыз. Еркін сөйлеңіз. Аман болыңыз.